Былай қызбен жүргенше жүрмеген артық ше. Құрметті достар, біз бүгін мүгедектер орталығына келдік, яғни оңалту орталығына. Бұл жерде бір бүлдіршін бар. Не тұра алмайды, не сөйлей алмайды, не жүре алмайды, өздігімен тамақ жей алмайды. Біз бүгін сол бүлдіршінге сыйлық жасамақшымыз. Қызды қоя сал. Бәрі қызбен жүріп қарық болмаймыз. Өліп алып жолығар өлмегенге, өлмегенге не жетсін өлмегенге. Өмір деген осындай жаным менің, қайтер едік өмірге келмегенде. Қайтер едік өмірге келмегенде. Көнеміз ғой қайтеміз көнбегенде. Төземіз ғой қайтеміз сөзбегенде. Көлден тамшы бұйырмас шөлдегенде. Шөлдегенде. Неде болса тәуекел тең көреміз, әкел бері қайғыны тең бөлеміз. Бірімізге біріміз дем берейік, бір арбаның астында дөңгелейік. Қайтер едік өмірге келмегенде, көнеміз ғой қайтеміз көнбегенде. Төземіз ғой қайтеміз сөзбегенде. Көлден тамшы бұйырмас шөлдегенде. Шөлдегенде. Біз өте қуаныштымыз. Аллаға мыңда бір шүкір. Ойламаған жерде апаның немересі Рауан бүгін сыйлықты болып қалды. Электроник коляскаға қол жеткізді. Біз оңалту орталығы, облыстық оңалту, балаларды оңалту орталығында жатқан едік. Ойламаған жерден үлкен сыйлыққа еге болдық. Біз бүгін оңалту орталығында демалып жатқан кезімізде бізге Самат баламыз келіп, бізге үлкен сыйлық жасады. Өзіміздің арманымыз, ойымызда жүрген коляска тұқын осы коляскаға қол жеткізсек деп ұсыныс айтып, ұсыныс тастап жүрген едік. Мына оңалту орталығына бізге бүгін үлкен бақытты күн болды. Коляска келді, балам қуанып қалды, жұмысымыз жеңілдеп қалды. Үлкен рахмет айтам, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Құрметті халайық, қолдау көрсеткен халық, сіздерден әлі де өтінеміз, бізге көмек әлі де қажет. Рауанның еміне, дәрі-дәрмегіне көп қаражат қажет етеді. Сіздерден қолдау күтемін. Құрметті достар, міндетті түрде ат салысыңыздар, ат салысқан баршаларыңызға Алланың нұры жаусын. Рауан әрбір адамға іштей дұға етеді деген сенімдеміз. Аллах тағала берген садақаларыңызды мың есе сауап қылып қайтарсын. Отбасыларыңыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Төменде Каспий Голд көрсетулі. Құрметті достар, ат салсаңыздар болады. Ең бастысы еліміз аман болсын, патшамыз аман болсын. Бақыт тілеймін.